Жаңа маусым жаңа көлікпен ашылсын. Қош көрдік мекендестер. Jaguar I-Pace былтырғы жылдың басты кроссовері атанған. Сондықтан біз сіздер үшін арнайы Мәскеу қаласына жол тартып, осы көлікке шолу жасайын дедік. Лайк басып, ләззат алыңыздар. Jaguar I-Pace'тің бойында 400 аттың күші бар. Айналдырма сәті 695 ньютон-метр. 0-ден 100-ге дейін көрсеткіші 4,5 секунд. Америкадағы бұның құны $70 000 басталады, ал Қазақстандағы бағасы 40 миллион теңге. Электрокөліктердің динамикасы мені таңғалдырады. Өйткені айналдырма сәті мұнда ерекше сезіледі. Сіз 120-130 шақырым жылдамдықпен келе жатқан кездің өзінде акселератор педалін басып қалсаңыз, ол ары қарай да жылдамдықты ала береді. Бірақ шегі бар. 200-ден кейін ары қарай потенциал жоқ көлікте. 200 кез келген электрокөлік үшін шыңырау шыңы жылдамдықтың. Одан ара салмайды. Және асып та қажет емес, мұнда қауіпсіздік шаралары да ойластырылған. Енді 200-ден асып қайда барасың? Tesla Roadster'дің артынан Марсқа кетесің бе? 200-де жеткілікті ғой. I-Pace'те оптиканың соңғы генерациясы қолданылған. Матрицалы жарық шамдары көлікке сән берді. Тік төртбұрышты линзалар жаңа трендтің жарқын көрінісі. Ақылды оптика қарсы келе жатқан жүргізушінің көзіне жарық түсірмей, алысқа сәуле шашалады. Радиатор торы дәстүрлі Jaguar стилінде жасалғандай, бірақ оның жоғарғы жағы созылып, мына үңгірдің ішінде жоқ болады. Бұл алдыңғы диффузор, аэродинамиканы жақсарту, күшейту үшін жасалған нәрсе. Бұл керемет техникалық шешім. Біздің кілтімізде алдыңғы багаж қақпағын ашатын батырма бар. Басып қалған кезде аздаған орын бізге қолжетімді болады. Бұл жерге тек қана көлікті қуаттайтын сым ғана сияды. Жалпы орын мұнда өте аз, ол техникалық ерекшелікке байланысты. Байқасаңыздар, VIN деген жазу бар, мына пластмастың бетінде. Оны тартып қалған кезде көліктің VIN нөмірі оқылады. Ал қазір мен артқы бөлігін сіздерге көрсетем. Артқы бөлігі ерекше тартымды. Бұл көліктің дизайнерлер мен инженерлер көліктің аэродинамикасын одан сайын жақсарту үшін мынандай артқы спойлерді қосқан. Соның арқасында ауа ағындары мынаның ортасынан өтіп, ешқандай кедергісіз ары қарай өтіп кетеді. Jaguar'дың Tesla'дан басты айырмашылығы бұл көлікті құрастыруға көбінесе автоинженерлер атсалысты, IT мамандары емес. Сондықтан эргономика тұрғысынан I-Pace тамаша. Мысалы, рөлі өте ыңғайлы, мультируль айтпақшы мұнда. Жүрісті алмастыру батырмалары қолдың астында дұрыс орналастырылған. Мына DNR деген жазуды оқысаңыз шошымаңыздар. Бұл ешқандай да террористік ұйымның атауы емес. Бұл драйв, нейтрал және реверс дегенді білдіреді. Жүрістің мінезін таңдау және тұрақтылық системасын бәсеңдету батырмасы оң жақта. Ал traction үнемі бұл жерде жұмыс істеп тұрады. Өкінішке қарай төменгі дисплей сәл ыңғайсыз, өйткені көлікті басқару кезінде күн шағылысады. Мына түрлі түсті дисплеймен және жоғарғы жағындағы жазулар көрінбей қалуы да мүмкін. Ортаңғы дисплей бізде көліктің көрсеткіштеріне жауапты. Қанша пайыз қуат бар екенін бізде компьютер көрсетіп тұр. 76% деген біразға жетеді. Электромобиль қарапайым автомат қорап сияқты жүре алады. Ол үшін электромобильдің мәзірінде біз мына жоғарғы екі батырманың біреуін басамыз, яғни қосуын басқан кезде тежеуіш педалінен аяқталған кезде көлік ақырындап өз қозғала бастайды. Егер оны өшіріп тастасақ, тек қана газ педалін басқан кезде көлік жүреді. Рекуперативті тежеуіш деген өте пайдалы нәрсе және
негізін қалаушы нәрсе деп айтса да болады дәл осы электромобиль құрастыру саласында. Өйткені рекуперативті тежеуіштің арқасында көлік жұмсаған энергиясын, яғни қуатын қайтадан өзіне қайтара алады. Орындықтардың шетінде марканың белгісі бар. 1935 жылы негіз қаланған деген жазу тектілікті аңғартады. Біз тамырдан ажырамадық деген сөз ғой. Панорамалы шатыры да назарды аудартады. Төбедегі әйнек екі қатарды да қамтиды. Бұл опция ретінде жүреді. Қызықты нәрселерден ақылды сезгектерді атап өткен жөн. Жүріс кезінде жолдың жиегінде тұрған кез келген белгіні арнайы ақылды компьютер анықтап, проекция арқылы терезеден көлік жүргізушісіне көрсетеді. 60 болса 60, 80 деген белгі тұрса 80-ді көрсетеді. Қосымша бұл жерде максималды комплектацияда бізде пневма қондырғысы орнатылған. Яғни көлік 4 сантиметрге төмендеп, 5 сантиметрге жоғарылай алады. Максималды комфорт I-Pace-тің артқы қатарында. Бұл жерде екі адамға жағдай жасалған. Үшінші кісі бұл жерде кішкене қысылып қалады. Климат бізде 4 аймақтық, яғни әр жолаушы өзіне керекті температурасын реттей алады. 6 USB порт бар бізде бұл көлікте, және желдеткіштер дұрыс орналасқан. Қараңыздар, міне мына шеткі желдеткіштер ортаңғыда тұратындардан әлде қайда эффективті жұмыс істейді. Яғни оң жақтағы жолаушы өзіне керекті температурасын таңдаған соң тікелей ауа ағындары оған жылдам жетеді. Ал егер бұрынғыдай ортада тұрғанда ол шашыраңқы болушы еді, сондықтан эффективті деп айтуға болады. Айтпақшы, мұнда Meridian аудио системасы орнатылған. Музыканың дауысы өте тұп-тұнық шығады. Тағы бір керемет фишка, егер артта келе жатқан көлікті сіз байқамай есікті аша бастасаңыз, ол сізге белгі береді. Қазір өте қауіпті деп. Jaguar Audi'ді аунатып, Тесланы төске қағып, BMW-ні бұтына тұштырған компания. Неге екенін түсіндірем. Былтыр Женевада Audi e-tron концепт түрінде ғана көрсетілген кезде Jaguar I-Pace серия алдындағы нұсқа түрінде паш етілді. BMW iX3 деген мәшіне былтыр ғана Қытайда көрсетілген, бірақ конвейерде әлі жоқ. Tesla бағаны шарықтатып қойған кезде Jaguar жаймен ғана әлемді жаулап жатыр. I-Pace'те 60-қа жуық әртүрлі функцияларға жауап беретін процессорлар бар. Олардың бәрі үнемі жұмыс істеп тұрады. Жалпы көліктің өзі өте ақылды. I-Pace көлік иесінің мінез құлқын, әдетін жаттап алады. Тіпті сіздің сүйікті музыкаңызды, жақсы көретін әуеніңізді ол жүктеп сақтап алып сізге ұсынуы мүмкін. Сіз жұмыстан шықтыңыз, көлік жып-жылы болып дайын тұрады. Жыл деп айтып тұрғаным ол батареяға байланысты нәрсе. Батареялар туралы бірер ауыз сөз. Өздеріңіз білесіздер, Теслада 8000-нан аса кішкентай Panasonic батареялары орналастырылған, литий-ионды әрине. Ал Jaguar'да принцип басқа. Бұл жерде 36 модуль бар. Әр модульдің ішінде 12 ұяшықтан. Яғни олар пазл сияқты құрастырмалы. Егер бір модуль істен шығып қалса, оны дер кезінде компания өкілдері сізге ауыстырып беріледі. Егер гарантия уақыт өтіп кетпесе. 90 киловатт-сағат электро сыйымдылық 480 шақырым жүріп өтуге мүмкіндік береді. Қыста машина қатып қалмай ма деген сұрақ мазалайды ғой көбісін. Жауап берейін, қатып қалмайды, егер көлікті пайдалану әдісі дұрыс болса. Техникадан хабары бар адам түсінеді. Электромобильді қақаған аязда далада бір айға қалдырып кету аккумуляторға зиян. Төмен температурада батареядағы химиялық элементтердің байланысын нашарлайды. Сондықтан шаруамен ары бері жүріп қайтқан соң I-Pace'ті жылы гаражда қалдырған абзал.
Электромотор деген статор мен ротордың арқасында дөңгелекті қозғалысқа келтіретін механизм. Асинхронды электромоторларда ротор қарапайым металдардан жасалған, ал синхронды моторларда сирек металдардан жасалған, сирек кездесетін. Бауырлар, қуаттау процесс туралы айта кетейін. Мінекей біз қазір тұрақты тоқ станциясына келдік. Қуаттау станциясында бізде мынандай қалың сым бар. Бізге көлікті қуаттау үшін жай ғана батырман бас саламыз және астыңғысын шешеміз. Сол кезде бұл станция бізге 100 киловатт сағат тоқты бере алады көлікке. Мінекей біз оны орналастырдық. Өз ұяшығына арнайы система, сым сума, ылғал бар ма оның бойында, соны тексеріп алады алдымен. Қазір бізде бәрі жақсы екенін индикатор көрсетіп тұр. 100 киловатт сағат тоқ беретін мына сым 40 минутта көліктің қуатын 80%-ға дейін жеткізеді. Неге 80%? Өйткені 80% деген ол барлық литий ионмен жұмыс істейтін техниканың жоғарғы қуаттау аймағы. 80-нен кейін тоқ бәсеңдетіліп ақырын беріледі. Қазір мен сіздерге Schneider Wellbox деп аталатын кішігірім станцияны көрсетем. Мына кішігірім станция жер үйде орнатылады. Егер сізде Jaguar I-Pace болса, міндетті түрде қосымша құрылғысы ретінде осы кішігірім станцияны сатып алуға тура келеді. Оның үлкен станциядан қандай айырмашылығы бар, соны айта кетейін. Үлкен 100 киловатт сағаттық станция бізде тұрақты тоқпен жұмыс істейді, ал бұл алмастыру тоғымен жұмыс істейді. Электрокөліктердің қуаттау станциялары Алматы мен Астана сияқты ірі қалаларда жетерлік, бірақ олардың жартысы істемейді, ал істеп тұрғандары заңсыз. Неге заңсыз? Өйткені электр қуатын сату үшін Қазақстанда лицензия керек. Бұл мәселе мемлекет деңгейінде әлі шешімін таппады. Ал Европада бұл жолға қойылған. 10 шақты жылдан кейін Қазақстанда да электрокөліктер қаптайды. Қазірдің өзінде позитивті тенденция байқалуда. Өйткені 2017 жылы бізде тек қана 35 электромобиль сатылған. 2018 жылы бұл көрсеткіш 55-ке жетті. Мінекей биыл Jaguar I-Pace Қазақстанға жеткізіледі. Нақтырақ айтқанда, наурыз айында Алматыда біз бірнеше Jaguar I-Pace'ті көріп қалуымыз мүмкін. Себебі Алматының қалталы жігіттері тапсырыс беріп қойды Jaguar I-Pace'ке. Мінекей, сол жігіттер болашаққа қарайды. Багаж бөлімі туралы бірер ауыз сөз. Электро қондырғымен ашылатын өздеріңізде көріп тұрсыздар. Пайдалы аймақ бұл жерде 500 литрдей. Негізі паспорт бойынша 700-ден асады, бірақ ол мына жоғарғы сөрен алып тастаған кезде. Ал былайынша 500 литр бар. Егер балалардың заттары, ауылдан беріп жіберген сарқыт, ет, құрт, май, айран алып келетін болсаңыз, қалаға ешқандай проблема туындамайды. Ақылды көлік автоматты түрде осылай жабылады. Қысқы режим көліктің таюына жол бермейді. Тайса да ол өзі реттеп қай дөңгелекке қанша айналдырма күшін беру керек екен және тайып жатқан дөңгелектерді тежейді. Соның арқасында бізде тұрақтылық қамтамасыз етіледі. Қараңыздар. Аздап акселераторды басып, рөлді қарсы бағытқа бұрған кезде, неге көліктің өзі реттеп бәрін таюға жол бермейді. Бұл осындай қауіпті жағдайда, егер жол тайғақ болса, адамның өмірін сақтауға көмектеседі. Динамикалық режим таңдаған кезде біз көліктің осындай апаттық қауіпті жағдайдағы мүмкіндіктерін бақылаймыз. Көлік басқарудан осылайша да ләззат алуға болады. Түнімен жауған қар, түндерді ызғар бар сез, жүрегімді менің мұздар, жоқтайды мені құздар. Түнімен жауған қар, түндерді ызғар бар сез, жүрегімді менің мұздар, жоқтайды мені құздар. Түнімен жауған қар, түндерді ызғар бар сез, жүрегімді менің мұздар.
Заманың Тесла болса, Ягуар болып шал деген атам қазақ. iPace туралы шолуымыз осындай болды. Келесте көріскенше аман сау болайық. Айтпақшы, ресми парақшаларымызға жазылуды ұмытпаңыздар. Пойдем домой. Куда домой? Кеттік жүр.